Абайдың қара сөздері 45 жазылған сөздерден тұрады. Қазақстандағы мемлекеттік деңгейлі мектептерде Абайдың қара сөздердің маңызы тұр. Бұл өте маңызды мәдениеттік қорының бір қатар элементтерін тескілдейді. Бірақ бүгін Абайдың 24-ші қара сөзінде не айтылғанын айтамын. Бұл жерде Абай 1897 жылғы Ресей империясына іргелес жатқан аймақтардағы қазақтардың 4 миллион 84 мыңы болған санақ қорытындысы бойынша нақты емес сандарды келтіреді. Сонымен қатар Абай былай қазіргі Семей, Көкшетау, Павлодар, солтүстік Қазақстан облыстары, сондай-ақ Омбы облысының кейбір аудандары керетін дала өлкесін ғана мекендеген қазақтардың санын келтіреді. Бұдан басқа Қазақстан территориясының құрамында болған Бөкей Ордасы сияқты Ресей губернияларына бекітілді Абай деп атап көрсетеді.